Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін косметичка тігетін боламыз. Выкрекісін Google'дан скачать етіп алдым, бірақ соған қарап мен сіздің суретін скачать еткеніммен, потому что ол жерде А4-ден үлкен екен. Сіздерге астына сайтын тастап кеттім, тегін скачать етіп алып, соған қарап сызсаңыздар болады. Так, мен джинсы материалынан тігемін. Арасында синтепон болады және астары тафтыдан. Сіздер қалағандарыңызша басқа материалдардан тіксеңіздер болады, өздеріңіз білесіздер. Кішкене сырып тігетін боламыз. Выкрекіні қойған кезде міндетті түрде 1 сантиметр немесе одан да көп 1,5 сантиметр тігіске қалдырсаңыздар болады. Мынау біздегі косметичканың размері средний деп саналады бұл. И бұдан да үлкен, осы лекалаға қарап, мынау тұрған выкрекке қарап, бұдан да үлкен немесе кіші қылып жасауға болады. Ал енді кеттік, сызып алайық. Ровно линейкамен сызып алуымыз керек. Сызып алғаннан кейін міндетті түрде кесіп аламын, сосын синтепонға астарымызға, тафтыға кесетін боламын. Но кейде сызып алмай тұрып, бірінші синтепонмен сырып алғанда дұрыс болады негізі, өйткені сырып алғаннан кейін шамалы кішіреюі мүмкін. Мен бірақ қатты кішірейтпей сыратын боламын. Өздеріңіз білесіздер, бірінші сырып алып, одан кейін кессеңіздер де болады. Просто мен сырып алғаннан кейін мынау кесілген жерлері уже жіпті қайтарып тікпегесін, жібі сетінеп кетуі мүмкін деп, ең әуелі кесіп алайын деп тұрмын. Қыздар, сосын замоктарыңызды міндетті түрде дайындап қойыңыздар. Қалаған замоктарыңызды алсаңыздар болады. Менде потайнойдан басқа үйде жоқ екен. Негізі потайной емес, кәдімгі обычный замок қойсаңыздар әдемі көрінеді. Мен енді сырмаларын тігіп алатын болам, кесіп сызып алатын болам. Бұлай ұзын-ұзын қылсам ба деп тұрмын, бір жағы бұлай торлайым ба деп тұрмын, енді қазір көреміз. Торлап тіке салатын боламын, сол үшін сызған кезде қиғашынан алып торлап ала салайын. Потайной сырмамызды тігетін лапқамды салып алдым. Енді осы бойынша тігіп шығатын боламыз. Жаңа көрдіңіздер ғой, бірінші оң қаратып, сосын екеуін де кері қаратып қойып аламыз да, жүргізіп шығамыз.
Мінекей қыздар, мен мына замогын ашып тұрып тіккен жоқпын әдейі, өйткені маған ондай қатты скрытый болған керек емес. Мінекей біздің сырмамыз дайын. Енді дәл осы сырмамызды мен астарға тігіп алатын боламын. Одан кейін барып қалған жерлерін біріктіретін боламыз. Міне мынау астарымыздың оң жақ беті, мынау сол жақ беті. Енді біз ол сол жақ бетін аламыз да замоктың үстінен осылай тігіп шығатын боламыз. Екі жағында тігіп аламыз. Қыздар, сіздерге бір прикол көрсетейін. Астарымның мен сызат кесетін жерлерін кесіп алмаған екен. Қазір соны кесіп алайын. Міне астарында негізінде замогын тігіп алдық. Қазір оны қаратқан кезде қалай болады көрсетейін. Осылай болады. Қыздар, мен бір жағын осылай тігіп қойдым. Міне астарында негізінде қазір соны қалай тіккенімді екінші жағынан көрсетейін. Астарын тігетін болсақ, ең әуелі мұнда где-то 1 сантиметрдей қалдырасыз до конца апармай замок тіккен кезде. Осылай тігіп шығамыз. Енді негізін тігетін кезде ілгегін міндетті түрде тігіп кетеміз. Осы араға қойып тігетін боламыз. Синтепонның артық жерлерін кесіп тастайын. Астарының бұрыш-бұрыштарын бәрін тігіп алдым мен. Енді бір ғана бұрышы қалған, сол бұрыш арқылы негіздің бұрыштарын бәрін төртеуін де тігіп алатын болам. Енді оны басқаша қалай жасайды білмеймін. Мен енді өзім қолдан келгенше жасап жатырмын. Бірінші рет косметичканы тігіп тұрмын. Міне мына бір аралықтан бүткіл жерін оңғаратып алдым мен. Тысында іш жағында. Енді тек осы жерін тігіп шығуым керек. Бұрын осы менің киімдерімде этикет күнімен, сосын handmade деген лента ілініп тұратын, соны тігіп қоя салайын деп тұрмын.